Сәлеметсіздер ме? Оқытуда бағалаудың әртүрі мен әдістерін қолданудың маңызы зор. Оқушыларға өз білімдері мен дағдыларын көтеруге және алдағы уақытта қай бағытта жұмыс істеу керек екендігін анықтауға мүмкіндік туса, мұғалім оқушының оқу мазмұнын терең түсінуіне және оқып үйренуде тәуелсіз болуына қажетті ақпараттарды алады. Бағалаудың әртүрлі тәсілдерін, әдістері мен техникасын оқушылардың өтілген тақырыпты түсіну дағдыларын қалыптастыру дәрежесін анықтау мақсатында мәліметтер жинау үшін ұтымды қолданылады. Мұғалімге оқытуды жүйелеуге мүмкіндік береді. Яғни әр оқушының талабы мен мүмкіндігін ескеріледі. Сонымен қатар оқушы білім алуына және оны алдағы уақытта өз өмірінде барынша қолдануға жоғары құзыреттілігін қалыптастыруын бақылайды. Қалыптастырушы бағалау мұғалімге оқушылардың оқуда мақсатқа жету процесін қадағалап отыруға мүмкіндік береді және оқу процесінде дер кезінде өзгертулер мен түзетулер енгізуге, оқушыға өзінің білімін алдағы уақытта жоғары дәрежеге жеткізуге, жауапкершілікті сезінуге көмектеседі. Бұл бағалау түрі күнделікті тәжірибеде қолданылады, яғни сабақ сайын күнделікті сабақтың кезеңінде оқушыға да мұғалімге де қолайлы түрде пайдаланылады. Бағалау оқыту мәселелерінің диагностикасы мен жетістіктерін кері байланысты оқу процесіне қатысушыларды білім берудің жағдайымен, мәселелерімен және жетістіктерімен таныстыруды өлшеудің негізгі бір құралы болып табылады. Оқушының оқудағы жетістіктерін бағалау жүйесі білім беру бағдарламасын меңгеру сапасын бағалайтын оқу үрдісінің негізгі элементі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау оқушының білім алуын үнемі бақылап отыратын мақсатқа бағытталған үзіліссіз үрдіс. Ол баршамызға мәлім. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты бұл оқу үрдісі барысында оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетіне түзетулер енгізу болып табылады. Түзетулер енгізу білім алу нәтижесін жақсарту үшін мұғалімнің немесе оның оқушылармен бірігіп жаңа мәселелерді ұсынуы. Бүгінгі семинарда есептер бөлімі бойынша жұптық, топтық жұмыстардың қалыптастырушы бағалау түрлеріне тоқталғым келіп отыр. Жалпы математикада үлкен бір қиындық тудырып отырған ол есеп шығару. Есеп шығара білу бұл оқушының математикалық, логикалық және сын тұрғысынан ойлау қабілетінің даму көрсеткіші. Мазмұнды есептер бастауыш сынып математикасынан бастап барлық орта мектеп математика курсында да кездеседі. Мазмұнды есептер өте алуан түрлі болып келеді. Кейде есеп мазмұнын түсіну тіпті қиынға түседі. Оқушылардың есеп шығару барысында іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырудың қиындығы олардың есеп шығару барысындағы іс-әрекеттеріне, ойлау қабілеттеріне жүйелі түрде тиянақтау, талдау жасалмауына байланысты екен мектеп тәжірибесінен көріп отырмыз. Мазмұнды есептер қандай да бір нақтылы оқиғаның сөздік моделі болғандықтан есеп мазмұны бойынша оқиғаны ойша көз алдына келтіруге немесе көрнекі құралдар арқылы оның заттық моделін жасауға болады. Жоспарлы сабақтарға критерий құруға отырып, берілген критерийлер арқылы мен оқушыларымнан өзін-өзі бағалауда, бірін-бірі бағалауда, олардың сабаққа деген ынтасының, өзіндік ойы, пікірі қалыптасқан. Есте сақтау қабілеттерінің пайымдау, ажырату, жаңа бір ой түйуі, бір-бірінің мұғалімнің алдында жауапкершіліктер артады.
оқушыларды бағалауда әділдік пайда болады. Берілген критерийлер бойынша неге қол жеткізгендерін, нені білу қажет екендіктерін біліп отырады. Критериалды бағалау арқылы оқушылар өз деңгейлерін анықтай алады. Бұл олардың білім деңгейлерін көтеруіне ықпал тигізеді. Сонымен балалар, қазір біздерде топтық жұмыс болады. Топтағы болғанда сіздер төртеулеріңіз бір топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ, сіздер екеулеріңіз жұп боласыздар. Бірақ та әр топқа берілетін тапсырма бізде 4 есептен тұрады. Есептің мына жерде қасында жауаптары берілген. Сіздер не істейсіздер? Бұл есептерді шығарып, жауаптармен сәйкестендіресіздер. Уақыт сіздерге бар жоғы берілетін 4 минут. Сондықтан уақытты үнемдеу үшін 1 минут танысып аласыздар, қалған минутты сіздер жылдам етіп бөліп алыңдар. Мысалы, мына есептімен шығар, мына есептімен шығарасын деген сияқты. Сіздер жұппен жұмыс болғаннан кейін осы 4 есептің екеуін ғана таңдайсыздар. Яғни екеуін жауап берсеңіздер жеткілікті деп болады. Жақсы ма? Сосын, егерде сіздерде сұрақтарыңыз бар болса, қиналып отырсаңыздар, топпен қызыл карточканы жоғары көтересіздер. Егерде болсаңыздар, сор карточканы көтересіздер. Біз болдық деген сөзді білесіздер. Жақсы ма? Баста деген кезде бірақ қана бастайсыздар, сондықтан топтар өздері бір-бірлерін тапсырманы орындау барысында сіздер нені сақтау керексіздер? Топ ережелерін есімізге түсірейік. Топпен жұмыс. Бірлесіп жұмыс жасаймыз, иә? Бір-біріне тыңдаймыз. Бір-бірлеріңіз тыңдайсыздар. Көмектесеміз. Егер қинап жатса, көмектесіп жүреміз, иә? Және де уақыт болғаннан кейін біз не істеу керекпіз? Уақыттың ішінде оны барын орындауға тырыспыз. Қаламдарды қоямыз. Уақыт қоңырау соғылдыма бітті қаламдарымызды қоямыз деген сөз. Есеп шығаруда ең бастысы мына жерде бөлшектерге байланысты. Бүтін санның бөлшегі берілсе, біз оны қалай табамыз? Санын анықтаймыз. Бүтін санның бізде бөлшегі беріліп тұр. Біз не істейміз? Біз бүтін санды бөлеміз. Жақсы, ал егерде бізде санның бөлшегі, ал бүтін санды табу керек болса ше, онда не істейміз біз? Біз сол санды алымына көбейтеміз бөліміне. Жақсы, ендеше мен таймерді қоямын. 4 минут уақыт. Мұғалімдердің жиі қоятын сұрақтары ол топтық, жұптық жұмыс әдісімен оқушылардың жетістіктерін қалай бағалауға болады. Немесе топтық, жұптық жұмыс әдісін бағалау қалыптастырушы бағалауға қандай үлесін тигізеді.
топпен жұппен бірге жұмыс жасау кезде қандай да бір істің атқарылуы маңызды емес, оның топпен жұппен қалай жасалғаны маңыздырақ. Бұл жағдайда жұмыстың нәтижесі ғана бағаланбайды, сонымен қатар жұмыс барысы да бағалануы тиіс. Өйткені топта, жұпта жұмыс істеу білу оқушының қалыптастырудағы өте маңызды құзыреттілігі. Бұл жағдайда қалыптастырушы бағалау оқу үрдісінің бір бөлімі болып табылады. Себебі топпен жұмыс істеу барысында, жұппен жұмыс істеу барысында оқушылар бір-бірімен ақылдасып, сұрақтар қойып, олар өзара байланыс жасайды. Осы арада ұстаздың топтық, жұптық жұмыс кезінде міндетті түрде бағалау керек еместігін есте ұстағаны жөн. Алдарыңызда топтық, жұптық жұмысты бағалаудың бірнеше бағыттары ұсынылып отыр. Ол ең бастысы ұстаздың әрбір топтың, жұптың белсенділіктерін бағалау. Екіншіден, ұстаздың белсенді қатысып отырған оқушыларды бағалауы. Өзі бағалау, топпен, жұппен бірге жұмыс кезінде оқушылар мен мұғалімнің байланысын бағалау. Сондықтан бұл жұмысты жүзеге асыру үшін берілген шарттармен мұғалім таныс болуы тиіс. Ең бастысы топтық жұмыстың мақсаттарын хабарлау және оның оқытылатын тақырыпты оқыту әдісімен үйлесімділігі. Тапсырмаларды бағалау кезіндегі сындарды анықтау. Соңында кім бағалайтыны жайлы хабарлап алу. Мұғалімнің өзі бағалай ма? Мұғалім мен оқушылар бірлесе отырып бағалай ма? Әлде тек қана оқушылардың өздері бағалай ма? Әлде бір арнайы әділ қазылар бағалай ма? Осының барлығын хабарлап алдын ала анықтап алған жөн. Топтық жұмыстың уақыты мен өткізілу түрін анықтау міндетті түрде және бағалаудың ұстанымдарын хабарлау тиіс. Мұғалімнің жұптық жұмысты бағалау кезінде әрқайсысына әртүрлі баға қою ұсынылмайды. Себебі әрбір топтың, жұптың жұмысын белсенділігіне кері әсер тигізуі мүмкін. Бірақ мұндай жағдайда да ұстаздың топтық жұмысқа қатысып отырып, мүлдем белсенділік танытпай отырған оқушылар жайлы да айтып кетуі жөн. Алдарыңызда топтық, жұптық жұмысты бағалаудың бірнеше бағыттары ұсынылып отыр. Ол ең бастысы ұстаздың әрбір топтың, жұптың белсенділіктерін бағалау. Екіншіден, ұстаздың белсенді қатысып отырған оқушыларды бағалауы. Өзі бағалау, топпен, жұппен бірге жұмыс кезінде оқушылар мен мұғалімнің байланысын бағалау. Сондықтан бұл жұмысты жүзеге асыру үшін берілген шарттармен мұғалім таныс болуы тиіс. Ең бастысы топтық жұмыстың мақсаттарын хабарлау және оның оқытылатын тақырыпты оқыту әдісімен үйлесімділігі. Тапсырмаларды бағалау кезіндегі сындарды анықтау. Соңында кім бағалайтыны жайлы хабарлап алу. Мұғалімнің өзі бағалай ма? Мұғалім мен оқушылар бірлесе отырып бағалай ма? Әлде тек қана оқушылардың өздері бағалай ма? Әлде бір арнайы әділ қазылар бағалай ма? Осының барлығын хабарлап алдын ала анықтап алған жөн. Топтық жұмыстың уақыты мен өткізілу түрін анықтау міндетті түрде және бағалаудың ұстанымдарын хабарлау тиіс. Мұғалімнің жұптық жұмысты бағалау кезінде әрқайсысына әртүрлі баға қою ұсынылмайды. Себебі әрбір топтың, жұптың жұмысын белсенділігіне кері әсер тигізуі мүмкін. Бірақ мұндай жағдайда да ұстаздың топтық жұмысқа қатысып отырып, мүлдем белсенділік танытпай отырған оқушылар жайлы да айтып кетуі жөн. Сонымен балалар, біз сіздермен бірлесіп орындалатын жұмыстарға байланысты есептерді орындадық, оны танысып алдық, солай ғой, иә? Ал енді қазір сіздерде топтық жұмыс. Әрқайсыларыңызда стикерлер бар. Мына стикерлердің түстеріне байланысты сыныптың ішіндегі тақталарға назар аударыңыздар. Қай түс тақтада тұр, сол жерге барып топ құрастырасыздар. Бірінші. Екінші, тапсырма әр тақтада әртүрлі есептер берілген, дескрипторлар берілген. Сіздер ең алдымен 1 минуттың ішінде топпен бірге есептің шартымен танысып, дескриптормен танысып аласыздар. Одан кейін тапсырманы орындауға сіздерде талқылап 3 минут уақыт беріледі. Бірақ та
топ мүшелері сіздерде бір топтарда 4 баладан, бір топта 5 баладан болғандықтан, әрқайсыларыңыз тапсырманы орындауда біреу шартын жазса, екінші шешімін орындауда бірінші амал, екінші амал, яғни рет-ретімен орындайсыздар. Әр топқа барасыңдар да өздерінің стикерлеріне ұсыныс жазасыңдар. Есептің шартын дұрыстаңыз немесе есептің бірінші амалындағы толықтырмасын жазыңыз, жауабына назар аударыңыз деген секілді ұсыныс. Немесе егерде бәрі керемет жақсы болса, жарайсың, керемет деген секілді тілектеріңді білдірулеріңізге болады. Тапсырма баршаларыңызға түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті? Онда іске сәт. Қалыптастырушы бағалауда маңызды рөл атқаратын өзін-өзі бағалау және өзара бағалау. Өзін-өзі бағалау бұл өзінің мықты және әлсіз жақтары, мүмкіншіліктер мен мәселелер жайлы ақпараттарды талдап жинауға бағытталған үрдіс. Өзін-өзі бағалау мен өзара бағалаудың тиімділігі бұрын тақтаға шығып сабақ айтуға ұялатын оқушылар өздерін еркін ұстай алады. Сабаққа деген ынтасы артып, сенімділігі пайда болады. Және де олар бір-біріне көмектесе отырып, бір-бірін бағалау арқылы әділ баға қоюға тырысады. Жиектегі бүлдіргендің еңлік 20 минут, ал әйгерім 30 минут тереді. Екеуі бүгіндік неше минутта тереді. Есептің шартын кім жазды? Есептің шартын Люба жазды. Люба таныстыра ба? Еңлік ол 20 минут тереді, ал әйгерім ол 30 минут тереді. Бізге олар бірігіп неше минутта тереді. Ал Ж сызықша бір деген ол немене? Ол жиектегі бүлдірген, яғни бір қылып алып отырсыңдар, я? Жақсы, әрқардай? Шешуінің бірінші және екінші амалын Амир жазды. Амир, сен нені таптың? Мен бірінші еңліктің бір минутта, я? Неше? Істен. Неше минут бола ма? 20-дан бір? 20-дан бір ол минут бола ма? Не туралы бұл жерде? Бүлдірген. Яғни бір минутта 20-дан бір бүлдірген тереді екен, я? Еңлік, жақсы. Сондықтан шарт шешуінде, түсініктемеде жазып өзгерту керек, я? Екіншісінде әйгерім. Біз әйгерімді бір минутта неше бүлдіргенін жаздық. Терген жаздық. Одан кейін не істедіңдер? Үшінші амалды мен жаздым. Біз бір минут оларды қостық. Бір минутта бірге олар қаншама бүлдірген теретін таптыңдар? Бізде 12-ден бір минут шықты. Минут? Ой, минут емес, қанша бүлдірген. Бүлдірген бірігіп теретін бір минутта, я? Ал, әрқардай? Ал соңғы амалды Рита жаздым. Рита, не таптың сен? Мен олар бірге неше минутта істегенін таптым. Ол үшін не істедің сен? Ол үшін мен бір жұмысты... Жұмыс па ол кезде? Ол жұмыс емес. Ол жиектегі бүлдірген, я? Жапон бір бүтін санға алып отырсын. Және де... Оны сен не істедің? Және де олар бірге... Бір минутта? Бір минутта неше бүлдірген терген таптың, я? Соны не істедің сен? Соны мен білдім. Жауабы? Жауабы 12 минут бірге шықты. 12 минутта олар бірге теріп шығады екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Яғни қай жерде өздеріңізде қате кетті?
түсініктемеде сендер жазғанда. минутпен бөлдіргенді шатастырған екенсіңдер. Өз топтарыңызды қалай бағалайсыздар? Біз шартын құрастырдық. Бірлесе орындалатын жұмыс ережесін қолдандық. Шешімін таптық. Тамаша. Яғни барлығын жақсы деп ойлайсыңдар, иә? Жұмысын дескриптор бойынша бағалап отырсыңдар. Ал жақсы, келесі топ, екінші жақсы топты тыңдап көрейік. Шарты бойынша бізде үш ұста берілген. Бірінші ұста ол киіз үйді 20 күнде жасай алады. Екінші ұста 12 күнде, ал үшінші ұста 15 күнде киіз үйді құрылыстыра алады. Шартын бізде Аделина жазған. Есептің сұрағы қандай? Оларға неше күн қажет болмады. Бірге жұмыс істесе, иә? Сонымен? Бірінші амал бойынша біз бір күнде бірінші ұста қандай жұмыс жасайды екенін таптық. Екінші амалда екінші ұста, ал үшінші амалда үшінші ұста. Оны кім орындады? Бірінші амалды мен орындадым, екінші амалды Илдар, ал үшінші амалды мен Икладияна орындадым. Келесі біз үш ұстаның жұмысын қостық. Ол 5-тен 1 күн шықты. Яғни олар бір күнде кигіз үйдің 5-тен 1 бөлігін жасайды екен. Бір күнде жасайды екен, 5-тен 1 бөлігін. Ал соңғы амалда олар біріктіріп киіз үйді қанша күнде жасай алады екенін табу үшін біз бір киіз үйді бөлдік 5-тен 1-ге. Бізде 5 күн шықты. Оны кім орындады? Оны Аделина орындады. Диана не істеді мен Николай? Диана жауабын жазды. Диана? Жауабы олар бірлесіп 5 күнде біз 5 күн жасады. Кигіз үйді 5 күнде бірлесіп даярлады, иә? Құрылды деп айтуға болады. Диана, дескриптор бойынша топтың жұмысын бағалап көрші? Біз мәтін бойынша есептің шартын қойдық. Біз бірлесе орындалатын жұмыс ережесін қолдандық және де біз шешімін таптық. Сен есепті түсіндің бе? Иә. Маған үшінші амалды түсіндірші. Неліктен сен 1-ді 15-ке бөлдің? Мен 1-ді 15-ке бөлдім. Себебі... Бір ол нені білдіреді? Бір күнде ма? Киіз үйді білдіреді, яғни жұмысты білдіреді. Бірді, біз жұмысты бір қып аламыз, солай ғой? Ал 15 ол нені білдіреді? Күн ол неме? Уақыты, яғни 15 күнде тексердің. Сендер 15-тен 1 деп сенен таптың? Мен үшінші ұстаның өнімділігін таптың. Яғни бір күнде ол кигіз үйдің қандай бөлімін құрайтынын таптың. Солай ма? Жақсы. Егер осы қаланың қарындасы ғана жасаса, қанша уақытта жасайды? Сендер қарындасын өнімділігін таптыңдар ма? Иә, таптыңдар. Ал ақ қала сендер бір, яғни қаланы жасау үшін жұмыс, ол бір жұмыс қой, бір бүтін қылып алатын болсаңдар, неше минутта сонда қарындасы орындайды? 15 минут. Ойланыңдар. Сендер неге 12-ден 1-ден қайтадан 12-ден 60-тан 1-ді азайттыңдар? Не үшін? Он 15-тен 1 сендер нені таптыңдар? Бірге жасаған
інісі мен ағасының бірге жасаған. Ал ол сендерге не үшін керек? Ол керек пе? Не істеу керек деп ойлайсыңдар? Сұрақтарың бар ма, балалар? Я 15-тен 1-ден азайту 24. Ясмин? 12-ден азайтамыз 15-тен 1-ді. Ойлаңдар. Ой, мен не айтқым келіп отыр? 1 бөлу 60-тан 1. Неге? Себебі біз Қарындасының өнімділігін таптық. таптық. Енді уақыт табу үшін Біз жұмысты, яғни бір бүтінді жұмысты бөлеміз өнімділігінге. Сонда бізде шығады неше минут? Сонда бізде 60 минут 60 шығады. минут шығады. Яғни 67-ші амалдарында азы алып тастап, түзетулерің керек. Әлемден 60 минут ол 1 сағат. Яғни қарындасы 1 сағатта орындайды екен. Өзін-өзі бағалау бұл тек қана өз жұмысын бағалау ғана емес, сонымен қатар туындаған мәселелерді өз бетімен анықтап, оның шешу жолдарын табу. Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы оқушылар басқалардың жұмыстарының әлсіз және мықты жақтарын байқап үйренеді. Сонымен қатар өздерінің жеке алға жылжуын талқылай алады. Бірақ та бұл жерде мыналарға назар аудару керек. Ол біріншіден бірін-бірін бағалау әдісін қолданыларда оқушылар арасында дау туындамау үшін мұғалім барынша сақ болуы тиіс. Ол қатысушыларға өздері немесе тобы бағаланбайды, олардың жұмыстары тексеріліп, жұмыстары бағалатын жайлы айтып кету тиіс. Және де бірін-бірі бағалау әдісін жиі қолдана беру ұсынылмайды. Көбінесе өзін-өзі бағалау стратегиясын қолданған жөн. Қалыптастырушы бағалауды тиімді өткізуде кері байланыстың алатын да орны зор. Кері байланыс ол нақты әрекеттер, ахуалдар, даулы мәселелер арқылы мақсатқа жетуге бағытталатын түсініктерді алу және мәлімет беру процесі. Қалыптастырушы бағалауда мәселелерін көптеген зерттеушілер қалыптастырушы бағалау кері байланыстың оқушылармен үзіліссіз ағыны. Оқушыға реттелген түсініктерді алу және оны өзінің кемшіліктерін сезінуге көмектесетін айқын, түсінікті ұсыныстар мен ары қарай ілгері ұмтылу үшін жеткілікті мәліметтерді жинайды деп өз жұмыстарын атап өткен екен. Кері байланыс мұғалімге оқыту үрдісі қалай жүретіндігі және оқушының табыстары мен кемшіліктер туралы мәлімет береді. Кері байланыс өзара сыйластық пен тілектестіктің атмосферасын өтуі қажет. Және оқушы үшін дұрыс жауап қайыруға немесе қателерді жөндеуге уақыт берілу керек. Тамаша. Мен сіздердің жұмыстарыңызды тексерем. Ал енді кәнекей жұптық жұмыстарыңызды өздеріңіз бағалап көріңіздерші. Дескриптор бойынша. Аралас санды дұрыс бөлшекке айналдыра алады. Кәнекей қарап шығады. Тексеріңдер бір-бірлеріне. Дұрыс па? Я біз бірге орындадыңдар. Екінші. Екінші тапсырмалар. Дискретті бойынша. Қосындыны? Қосындыны аралас сан түрінде жаза алады. Оны жазу үшін Галина не істедіңіздер? Біз
А 2 дегеніміз ол. Он 2 бүтін, бізде 2 бүтін 2-ден 1 сан шықты. Тамаша. Ал үшінші есеп? Біз 22-ні 4-ке бөлдік, олады 4-тен 22. Оны араласа Сан түрінде жазды. Мұқият қараңыздаршы, аралас сан түрінде сізді жазып қойсында 5,4-2. Қандай аяқталмаған нәрсе бар? бізде болады 5,2-ден 1. Неге? Өйткені ол бізде қысқартылады. Тамаша. Бинго! Есеп болғанда балалар неге назар аударамыз? Өлшем бірліктеріне, яғни жауабы өлшем бірліктері. Мына жұп тіпті де есептің шартына дейін жазып қойды. Тамаша, Данил, жарайсыңдар. Бинго. Мына қатар, екінші жұптық. Бинго бізде бірінші топы жұп. Қалғандарымыз ше? Дайынбыз ба? Так, ал кәнеке, дискриптор бойынша өз-өздерін бағалап көріңдерші, не айтасыңдар? Біз арасында біріз бөлшекке айналдыра аламыз. Қалай айналдырдыңдар, Мадина? Біз 5,7-ден 3, біз 5 көбейтеміз 7-ге, болады 35, 35-ге санымыз 3, болады 38. Сөзбен айтқанда, біз бүтін санды бөлеміз, көбейтеміз. Қосамыз алды. Тамаша. Екінші дискриптор бойынша не айтасың? Біз Мадина, екінші дискриптор бойынша не айтасың? Біз қосындыны араласында жаза аламыз. Қалай жаздың, Тагир? біз 10 бүтінді 2-ден 3-ге 3-тен 2-ге қосып жаздық, я? Бүтін сан мен бөлшекті қатар. Тамаша. Так, ал есеп бойынша не айтасыңдар? есеп бойынша біз кішкене қиналды. Бірақ біз тез шешімін таптыңдар, не? Қалай таптыңдар? Не істедіңдер? Біз 21-ді бөлдік 6-ға, бізде 18 бүтін 6-дан 3 шықты. 18 бүтін 6-дан 3. Жақсылап тұрып қараңдаршы. 18 бүтін 6-дан 3 бүтін 6-дан 18. 18 бүтін 3-тен 6. 18 бүтін 3-тен не істелінеді? Дагер, қараш, 3-тен 6 не істелінеді? Қысқартылады, қалай қысқартамыз? 3-ке, қалай болады? Болады 18 бүтін 2-ден 1. Мадина, есепті орындау барысында, жұппен орындау барысында қандай қиындықтар туды? Қандай жеңілдік болды? Кімнің айтқан сөзі, ойы саған сонда құнды болды? Біріншіден біз оны түсінген жоқпыз, бірақ та Диана 17-ге 1-ді қосқанын тапты. Өйткені Қожанасыр 1 түйені оларға берді. Диана, сен не айтасың? Жұппен жұмыс істегенде Мадинаның саған есепті шығаруға қандай үлесі болды? Ол маған барлық тігелерді қосуды айтты. Мен сосын оны түсіндім. Сөйтіп, сендер бөлшектер бойынша анықтап алдыңдар, иә? Тамаша, жарайсыңдар. Рефлексия адамды білімді дамытудың шарттарының бірі. Рефлексияның мәні адамның өзінің білімнің негізін, оларды меңгерудің жолдарын анықтау. Рефлексия деген өз жұмысынан талдау жасау, яғни оқушылардың өзі жасаған әрекеттеріне ауызша немесе жазбаша баға беру. Осы жерде ұлы данышпан Абай
қара сөздермен үндестікті көре аламыз. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе болмаса жұмысында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Деген біз өзімізге есеп бере отырып іште кемшілігімізді мойындаймыз. Ол кемшіліктің кету себебін бірге іздейміз. Сондықтан рефлексияның тиімділігі оқушы үшін. Рефлексия оқушыны өз-өзіне есеп беруге баулайды. Рефлексия арқылы оқушының қажеттілігін біле аламыз. Рефлексия арқылы оқушының өзіндік көзқарас қалыптасады. Рефлексия арқылы білім беру барысының сапасын жақсартуға болады. Өз-өзіне баға бере алады, білім алуға деген қызығушылығы жоғарылайды. Ал мұғалім үшін тиімділігі ақпаратпен күнделікті жұмыс жасап, шығармашылыққа деген ынта-жігер артады. Әрбір оқушының пікіріне құлақ түріп, пәндік білім сапасын артуы мүмкін. Өзіндік сынның қалыптасып, сыни ойлауға жетелейді екен. Рефлексияны әртүрлі жүзеге асыруға болады. Сабақтың соңында, әр тақырыптың соңында, сабақ этаптарының арасында, тарау соңында рефлексияның төмендегідей түрлері бар. Оқу материалының мазмұнының рефлексиясы, көңіл-күй және эмоционалдық жағдайының рефлексиясы, іс-әрекет рефлексиясы. Рефлексияның бұл түрлері жеке, топтық, жұптық түрде өткізуге болады. Алдарыңызға ұсынып отырған рефлексиялардың бірнеше түрлері. Тұжырым жасай білген адам алдына мақсатты қоя біледі деген шығыс ойшылы. Олай болса, бағалауға деген көзқарасымызды өзгертіп, сабақтарымызда қалыптастырушы бағалаудың түрлі стратегияларын қолданып, топтық, жұптық жұмыс ұйымдастыру барысында оқушыларымыздың тұлғалық бағыттың белсенді позицияға бағыттап, өзіндік жауапкершіліктерін нәтижеге жеткізуге, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке нәтижеге жеткізсек, ал оқушыларымыз әр сабақта белгілі бір нәтижеге жету барысында еңбектенсе, оқушы да, мұғалім де өз еңбектерінің табысын көре алады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.